Өте тамаша. Келесі. Қайсарлық, жігерлік, табысқа жету деген табандылық деп білеміз. Жақсы. Жылы жүрек бұл адамның бойындағы мейірімділік, бауырмалдық. Осы адамның бойында табылса, ол адам дүниедегі ең жақсы адам. Онда адамдар да бір-бірімен тату-тәтті, бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Өте тамаша. Тақырыпта өтеді. Сіздерге не нәрсе қажет? Қандай тақырып болса маңызды тақырыптардың бірі болса деп ойлайсыздар? Адам өзара қасиеттер, жақсы тағы неге байланысты болады деп ойлайсыздар? Болжау. Арқылы тұлға бойындағы рефлексивтік дағдыны қалыптастыру деген тақырыпта бүгінгі коучингіміз өтпекші. Ендеше ең бірінші эссе қалай жазылады, эссе дегеніміз не деген сұраққа мына бейнебаянға назар аударсақ. Тезисте біз бір аргумент, екі факт келтіреміз, және дәлел келтіреміз. Қорытындыда және келтірілген факт дәлелдерімізді жауап толықтырып жазу деп ойымыз. Эссенің түрлері туралы айтқан қандай түрлері бар? Тарихи эссе, көркем әдеби эссе, аргументативті эссе деп біз айтып жатамыз, хабарламалық эсселер бар екен. Ойы, көзқарасын еркін білдіру. Жақсы. Ал эсседе ол эпиграф, жоспар құрудың қажеті жоқ. Жақсы. Енді мен эссенің құрылымы бойынша кейде бір абзац міндетті түрде, негізгі бөлімде жоқ дегенде 3 абзац болу керек. Міндетті түрде ол қызыл жол жаңағы абзац деген дүние көрсетіліп тұр ғой. Одан қорытындыда бір абзац. Сонда эссенің бар жоғы құрылымы 5 абзац болу керек қой. Кіріспе бір абзац, қорытынды бір абзац, ал негізгі бөлім міндетті түрде 3 абзацтан тұру керек. Енді эссе жазу барысында қатаң сақталуы тиіс талаптар. Ол жеке көзқарастың көрінісі, жаңағы аргумент, факты, теориялық негіздегі терминдерді қолдану, цитаталарды қолдану дейді. Әрбір көзқарастардың мысалға алу, бір ақын жазушылардың дәлелдемелерін, деректерін, өлеңдерін, шығармаларынан міндетті түрде үзінді алып қарастыруға болады. Ол бізде дәлел, аргумент, факты болады. Оны жай алып қана қоймаймыз, ол міндетті түрде дәлелдену керек. Не үшін сіз мына жерге алып отырсыз, немесе Абай атам не үшін осылай деп айтты? Оның арқада дәлелдемелері міндетті түрде болу керек. Келесі. Жаңағы мен айттым, 30%, кейбір жерде кіріспеген 30% деп көрсетеді, негізі 20-15-20% деп алып жатамыз. Эссенің негізгі бөлімі 60%, эссенің қорытынды бөлімі 10-15%ға дейін жазуға болады екен. Эпиграф болады, шығарманың көлемі эссеніңкінен көп, ең аз дегенде 5-3-4-5-6 жеткенде жазатын болса, ал эсседе ол міндетті түрде құрылым сақталу керек. Жаңағы жидектер дәрімендерге толы болады. Әр жемістің өзіндік дәмі, қасиеті, пайдасы болады. Адам ағзасына қажеттілікті осы жеміс жидектерден алады. Қай жемісте қандай дәрімен бар деп ойлайсыз? Алма бұл жемісті адамдар жиі қолданады және қолжетімді. Алмада С дәрімені бар. Күніне бір алма жеген адам ұзақ жасайды деген сөз бар. Өстіп қана аяқтады. Жеміс жидектер адам ағзасына неліктен пайдалы деген сұрақты қоя келе, осы тақырып жөнінде мынандай сөз есіме түсіп отыр. Сен не жесең солсың деген сөз бар. Сол сөз есіме түсіп отыр. Ал ас адамның арқауы дей келе, ішкен жеген тамағымызға мән беруіміз керек. Жеміс жидектің құрамы адам ағзасының дамуына тікелей әсер береді деп кіріспе бөліміміз
екінші бөлім жаздым. Информатика әлемі туралы оқыдым. Иә, дұрыс. Информатика бұл заманауи қоғамның ажырамас бөлігіне айналған ғылым саласы. Оның дамуы өмірдің барлық аспектілеріне байланысты десек те болады. Мысалмен келтіретін болсам, ол ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы, бағдарламалау мен жасанды интеллект, киберқауіпсіздік пен ақпараттық қауіптер, робототехника, тағыдан басқа технологиялардың дамуы. Құрыта айтсам, информатика біздің өмірімізді жылдам өзгертіп жатқан ең қуатты ғылым салаларының бірі. Өте тамаша. Жеміс-жидектің адам ағзасына пайдасы. Қазіргі таңда адам ағзасына пайдалы жеміс-жидектердің пайдаланып, үнемі пайдаланып отырса, жеміс-жидектердің көптеген түрлері бар. Осы жемістердің кез келген түрлерін үнемі тұтынса, адам ағзасының зор пайдасын тигізер еді. Дәрумендерге толы ағзаға пайдалы жеміс-жидектерді жей отырып, ағзамызды қуаттандырайық. Жемістер дәрумендерге бай, және оның құрамында көптеген дәрумендер көп білеміз. Енді қорыта келгенде кімде-кім жеміс жеуді үнемі дағдыға айналдырса, біздің болашағымыз жарқын, денсаулығымыз мықты болады. Осыны берік ұстансақ. Ягоды – это не только вкусная еда, но и замечательное лекарство. Летом мы как можно больше стараемся съесть свежих ягод. Это может зарядить энергией на весь год. Ученые совершенно серьезно утверждают содержать вещества, сопоставимые по активности с медицинскими препаратами. Жақсы. Өте тамаша. Толық адам әлемі рухани тәрбие өзегі, ел болашағы, жас буынды тәрбиелеуде аса құнды шара екенін баса айтқым келеді. Енді біріншіден осы толық адамды осы сөздің мағынасын ұстаз ретінде түсінейікші. Толық деген біреу art немесе біреу семіз деген сөз бе? Жоқ, бұл жерде дене туралы айтылмаған. Екіншіден, толық адам әлемінің мағынасын ашу үшін абай өлеңдерінің қара сөздерін ішкі мазмұнын түсіну шарт. Үшіншіден, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген абайдың жолдарын осы жерде хакім абайдың ғылым білімге деген үлкен мағына берген дәлелдейді. Яғни абай бұл жерде ақыл, сорлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректі бір дейсі, сонда толық боласын елден бөлек деп тұжырым жасаған. Өте тамаша, жақсы. Қазіргі заманда фастфуд пен майлы тағамдар жиі тұтыну адамдардың денсаулығына кері әсер етуде. Майлы тағамдар дегеніміз қуырылған ет, фастфуд өнімдері, майлы сүт өнімдері мен кондитерлік тағамдар. Бұл тағамдар дәмді болғанымен олардың шамадан тыс қолданылуы ағзаға ауыр салмақ түсіріп, түрлі аурулардың дамуына себепші болады. Майлы тағамдардың зияны біріншіден жүрек қан тамырлары ауруын тудырады, екіншіден семіздік пен зат алмасу бұзылыстарын тудырады, үшіншіден ас қорыту жүйесіне кері әсерін тигізеді. Майлы тағамдар дәмді әрі қолжетімді болғанымен олардың ағзаға тигізетін зиянын ұмытпауымыз керек. Денсаулық баға жетпес байлық, сондықтан зиянды майларды тұтынуды шектеу қажет. Есік ашылды да, сынған әйнектің сыңғыры естілді. Джон Биллге қарап еді. Бүгінгі өткізген коучингіңізге алғыс білдіремін. Сізге мықты денсаулық, шығармашылық ой тілеймін. Мен бүгінгі өткізген коучингіңізден көп мағлұмат алдым. Не істедің жазу жолдары және оның бөліктері, оның құрылымы туралы көп дүниені өзіме қалдым. Сізге көп рахмет. Коучингтен алған әсерім, естенің жазылып қолымын, неше беттен тұратын, кіріспей сіздердің сағатыңыз көп нәрсесі көрдік. Сізге тек қана шығармашылық жарыстырыңыз. Жұмысыңызға толағай табыстар тілеймін.
материал очень занимательный. Еще раз повторила структуру эссе. Спасибо за коучинг. Рахмет. Айгүл Жабаева бүгінгі коучингіміз өте жоғарғы деңгейде өтті. Осылай шақырғаныңызға үлкен рахмет. Эссе туралы көп нәрсе білдік. Сіздерге бүкіл мұғалімдерге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп аяқтағым келіп тұр. Біз Абайдың сөзі расында да біздің бойтұмарымызға айналу керек. Қазіргі таңда тәрбиенің құндылығы осы Абайдың толық адам ілімі деп жатырмыз ғой. Сол толық адам ілімі арқылы алдымыздағы жас ұрпақты тәрбиелей берейік, білімді қып, биік шыңдардан жетелей берейік. Сіздерге бүгінгі коучингке қатысқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Рахмет.